Жамбыл облысы 2000 жылдан астам тарихы бар Тараз шаһары көненің көзі, тарихтың өзі. Кезінде әулие-ата аталған киелі құттарған өлкенің Жамбыл облысының құрылғанына биыл 85 жыл. Облыстың аты жыр алыбы ақын қазақ халқының ұлы перзенті Жамбыл Жабайұлының құрметіне қойылып, 1939 жылы өнерге ұлы жырау Жамбыл Жабаевтың есімі берілді. Тәуелсіздік жылдары әулие-ата өнері Тараз шаһары қайта түлеп, еліміз бойынша өзіндік қолтаңбасын қалыптастырды. Орталығы Тараз қаласы. Бұл Ұлы Жібек жолында бойында орналасқан көне қала. Бетпақ-дала, Мойынқұм шөлдері, Қаратау жотасы, Қырғыз Алатауы, Жамбыл Хантау таулары табиғатына сән беріп тұр. Шу, Талас, Асы сияқты ірі өзендері бар. Әлемге әйгілі Қарахан, Айша бибі, Дәуітбек, Бабажан хатун, Тектұрмас, Шоқайдатқа кесенелері. Сондай-ақ көне Баласағұн қаласына жақын жердегі ежелгі Ақтөбе қалашығы осы өлкеде. Аты аңызға айналған жұмбақ құрылыстарының бірі Ақыртас сарай кешені. Ол әлемдік мәдени мұралардың тізіміне енгізілген. Тараз шаһарында тылсым сырларға толы әулие Қарахан баба кесенесі бар. Қарахан кесенесі Тараз қаласының ортасында орналасқан. Құрылысы 4 бұрышты, ортаңғы кен бөлмеде және 3 жанама кен бөліктен тұрады. Алдыңғы қос қапталына мұнаралар өріліп, төбесі киіз үй тәрізді күмбезбен жабылған. Кесене 11 ғасырда Қарахан әулетінен шыққан. Белгілі хан Шах Махмуд Бұхра Қарахан қабірінің басына тұрғызылған. Арыстанды бағындырған алып Қарахан аса данышпан құдіретті патша болған. 10 ғасырдың екінші жартысында көшпелі түркі тайпалардың басын біріктірген. Қарахан тұлғасы аңызға айналады. Нәтижесінде Жетісу, Шу, Тараз өңірін қамтитын Қарахан мемлекеті орнайды. Қарахандықтар дәуірі кезінде елдің тұрмысы жақсарып, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман болған деседі. Халқы мәртебелі қайраткер ретінде бағалап, әулие тұтып, оның құрметіне кесене орнатқан. Тарихи орындарға толы Жамбыл өңірі бірнеше сәулет ескерткіштерімен көрікті. Олар Берікқара қорымы, Қалижүніс моншасы, ежелгі тас көпір, ежелгі Тараз меркі, ортағасырлық Оқу, ортағасырлық Жікіл, төменгі Барысқан, Түймекент қалашықтары және Жамбыл Жабаев пен Жазылбек Қуанышбаевтардың ескерткіштері. Сонымен қатар мұнда фосфор, алтын, мыс, уран өндіріледі. Химия өнеркәсібі мықтап дамыған аймақтардың бірі болып табылады. Жамбыл облысының қазақтың батыры, даңқты қолбасшы, Кеңес одағының батыры, жазушы Бауыржан Момышұлы, әйгілі жазушы Шерхан Мұртаза, әкім Тарази, Мырзатай Жолдасбеков, атақты актер Асанәлі Әшімов, Тұңғышбай Жаманқұлов пен Илья Жақанов, Алтынбек Қоразбаев, Мұхамеджан Тазабеков, Айнұр Тұрсынбаева сияқты танымал тұлғалар дүниеге келген.